Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз көбінесе практикалық сабақ деп айтуға болады. Ол әртүрлі пішінді денелердің көлемін қалай анықтауға болады деген тақырып. Енді жалпы денелерді біз екі түрге бөліп қарастырайық. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын денелерді. Ол бірінші пішіні дұрыс денелер, екінші дұрыс емес геометриялық пішіні туралы айтып жатырмын мен қазір. Бірінші түрін жазып қойып, бір деп, ол бізде дұрыс пішінді денелердің көлемін қалай анықтаймыз. Енді дененің көлемі ол сіздерде математика курсынан таныс шығар, қалай анықтауға болатындығы. Жалпы бізде көлемді V әріпімен белгілейді. Бұл көлем, өлшем бірлігі метр куб. Айта кететін жайт, балалар, жалпы физикалық шамалардың өлшем бірліктері туралы айтқан кезде өлшем бірліктері екі түрге бөлінеді. Қайталап кетейік, ол негізгі және туынды өлшем бірліктер. Мысалы, көлем ол бізде туынды өлшем бірлік болып табылады. Оған қалай көз жеткізуге болады? Мысалы, біз сіздермен дұрыс пішінді денелерді қарастырамыз дедік қой. Енді мысалы бірінші кубты қарастыратын болсақ. Куб. Кубтың барлық қырлары тең, аға тең. Ендеше кубтың көлемі, куб деп төменгі индексін жазып қойға, ол бізде 3, яғни ұзындығы, ені және биіктігінің көбейтісіне тең А куб. Ендеше оның өлшем бірлігі сәйкесінше 3 шаманың өлшем бірлігінің көбейтісінен тұрады. Сондықтан да оның өлшем бірлігі көлемдік метр куб. Бұл бізде бірінші мысал, дұрыс пішінді денелерге. Екінші мысал дұрыс пішінді денелерге. Ол бізде цилиндр болуы мүмкін. Цилиндр тәріздес пішінді денелер бізде физикадан есеп шығару барысында көптеп кездеседі. Мысалы, цилиндр пішіндес дененің. Цилиндр пішіндес дене. Бұндай дененің көлемін қалай анықтайды? Мынау табанын, S ауданы S деп белгілеп қойық. Онда цилиндр тәріздес бізде дененің көлемі, ол табаны және мынау H оның биіктігі. S көбейтілген H арқылы анықталады. Мұндағы S табанның ауданы ол бізде шеңбер болып табылады. Сондықтан біз шеңбердің аудан формуласын білеміз. Бізде π r квадрат, оның радиусын квадрат көбейтілген H. Бұл бізде цилиндр тәріздес дененің көлемі. Енді бірінші куб, екіншісі цилиндр тәріздес дене, үшінші ол бізде мысалы шар болсын дейік. Шар, дұрыс пішінді денелердің мысалы болады. Шардың көлемін қалай анықтаймыз? Шардың көлемі бізде 3-тен 4 π r кубпен анықталады. Міне, біз бұл жағдайда нені білуіміз қажет? Мысалы, шардың немесе шардың көлемін білу үшін біз оның шардың радиусын білсек жеткілікті. Цилиндр тәріздес дененің көлемін анықтау үшін бізде ол биіктігін білу керекпіз, және де табанның ауданына қатысты радиусын білу керекпіз. Кубтың көлемін табу үшін біз әрине оның сызықтық өлшемі, яғни қырының ұзындығын білу керекпіз. Бұл жағдайда біз оның ұзындығын арнайы құралдармен өлшеуімізге болады. Ұзындықты өлшейтін құралдарға бізде ең қарапайым түрі ол әрине сызғыш. Сонымен қатар өте кіші денелердің немесе дәл есептеуді қажет ететін жағдайда біз ұзындықты өлшейтін келесідей құралдар туралы айтып кетуімізге болады. Ол штангенциркуль және микрометр. Олардың бөлік құны сызғышқа қарағанда аз. Сондықтан да әр құралды қолданбас бұрын, яғни олардың сызықтық өлшемдерін табар кезде бөлік құнын анықтап алуды ұмытпаңыздар. Міне, бұл барлығы бірінші жағдай, яғни бізде дұрыс пішінді денелердің көлемін анықтауға байланысты берілген ақпарат болатын. Енді дұрыс емес пішінді денелердің көлемін қалай анықтауға болады? Дұрыс емес пішінді денелердің көлемін анықтауға байланысты
байланысты ол мынадай тарихқа кішкене көз жүгіртейік. Ежелде бізде Архимедке патша мынадай тапсырма берген болатын, иә? Өзінің тәжі, патшаның тәжі таза алтыннан жасалған ба, немесе оның құрамында қандай да бір қоспалар бар ма, соны анықтауға. Және бұл жағдайда тәждің массасын есептеу қиынға соқтырмады. Яғни ол жерде таразыларды пайдаланып есептеуге болды. Біз таразы деген не екенін өткен сабақта айтқан болатынбыз, иә? Массаны өлшеуге арналған құрал. Енді тәждің пішіні дұрыс пішінде емес. Яғни ол күрделі пішінді дене болып табылғандықтан, оның көлемін қалай анықтау керек болды. Сол себептен оған Архимедке ол ой ваннаға суға түсіп жатқан кезде есіне түсті. Өйткені ваннаға енген кезде, кірген кезде ығыстырылған сұйық судың көлемі ол батырылған дененің көлеміне тең болады. Ендеше біз дәл солай қандай да дұрыс емес пішінді денелердің көлемін анықтай аламыз. Ол үшін біз өлшеуіш цилиндрді пайдалануымыз қажет. Сіздерге қазір мысал ретінде цилиндрлердің түрлерін мысалға келтірейін. Мысалы, міне өлшеуіш цилиндрлер, олардың әрқайсының өлшеу мүмкіндігі, яғни сыйымдылығы әртүрлі, 50 мл, 300 және де 100 мл. Сәйкесінше бөлік құндары да әртүрлі болып келеді. Сондықтан да бұл құралдарды пайдаланбас бұрын біз олардың бөлік құнын анықтап алуды ұмытпаңыздар. Енді осы өлшеуіш цилиндрді пайдаланып, біз дұрыс емес пішінді дененің көлемін таба аламыз. Қалай? Ол үшін мынадай мысал келтірейік. Бастапқыда міне біздің ыдысымыз бар деген өлшеуіш цилиндріміз. Цилиндрдің бастапқыда оған су құйылады. Су құйылды. Осы кездегі оның алып тұрған көлемі V1 болсын. Кейінірек осы біздің ыдысымызға қандай да бір дұрыс емес пішінді денені жіпке байлап саламыз. Соның нәтижесінде судың деңгейі көтеріледі. Сол кездегі сұйықтықтың көлемі ыдыстың ішіндегі, біздің өлшеуіш цилиндрдің ішінде V2 болады. Енді осы соңғы және бастапқы көлемдердің айырымы арқылы, айырымды көбінесе дельта атымен белгілейді, дельта V. Ол бізде соңғы көлемнен бастапқы көлемді азайта отырып, қазір мен басқа маркер азайта отырып, біз дұрыс емес пішінді дененің көлемін таба аламыз. Кей жағдайда бізде дұрыс емес пішінді денелердің көлемін анықтау барысында денеміз ол өлшеуіш цилиндрге сыймауы да мүмкін. Бұл жағдайда не істеуге болады? Ол жағдайда арнайы түтігі бар аспаптарды қолданса болады. Бұл жағдайда өлшеудің принципі қалай жүзеге асады? Яғни ол жағдайда біз денемізді осы сұйықтықты осы ыдыстың ішіне шүмегіне дейін толтырып құямыз, түтігіне дейін. Содан кейін денемізді оның ішіне енгіземіз. Ал түтігіне екінші жағына ыдысты қойып қоюға болады. Сол кезде қандай да бір дененің көлеміне тең судың көлемі ығыстырылады. Кейінірек осы ыдысқа түтігінен аққан суды мензуркаға құйып өлшеуге болады. Сөйтіп те дұрыс емес пішінді денелердің көлемін анықтаймыз. Енді біздің мына тәсіліміз әрине ол практика кезінде әрі қарай дағдыларыңызды дамытатын боласыздар, иә? Бүгін ендеше жалпы не туралы айттық, нені білуіміз қажет? Ол дұрыс пішінді денелердің көлемін қалай анықтай аламыз? Ол аналитикалық, есептеу жүргізу арқылы. Және де практикада дұрыс емес пішінді денелердің көлемін қалай анықтауға болады? Ол әрине өлшеуіш цилиндрді пайдаланып. Бүгінгі сабағымыз осымен тамамдалды.
Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.